Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздермен бір ашытылған қамырдан осындай әдемі, жұмсақ, керемет нандар және де үлпілдек дәмді бауырсақтар пісіретін боламыз. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көріп, парақшама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Онда қамыр илеуді бастадық. Алдымен жылы суымызды, жылы сүтімізді құйып аламыз. Қантымызды, тұзымызды саламыз. Дрожжымызды саламыз және де сұйық майымызды құямыз ішіне. Енді осыны жақсылап біркелкі болғанға дейін ішінде қанты, тұздары ерігенге дейін қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Електен шығарылған ұнымызды саламыз. Алдымен барлық ұнды салмаңыздар, жартысын саламыз. Қолдарыңызбен илеп көресіздер, тағы қанша ұн салыну керек екен. Сіздерге полный рецепті описание бөліміне жазып қалдырамын. Қалған ұнымызды салып қолымызбен жабыспайтындай етіп қамыр илеп аламыз. Қолдарыңызға кішкене жабысып жатса, кішкене ұн сеусеңіздер болады ішіне. Енді ең соңында кішкене 2 ас қасықтай сұйық май құйып жібереміз. Сол сұйық май қамырымызға жақсылап сіңгенге дейін тағы 4-5 минут осылай жақсылап илеп аламыз. Бізде осындай жұмсақ, әдемі болып шығу керек қамырымыз. Дайындап алған қамырымызды бетінің крышкасын жауып 1,5 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз ашып көтеріліп шықты. Қараңыздар, 1,5 сағат осындай керемет болып шығады. Енді столымызға кішкене ұн сеуіп жібереміз алдын ала, жабысып қалмау үшін. Жаңа қамырымызды ыдысымыздан түсіріп аламыз. Ішіндегісінің барлығын алып, енді осы тестаны 4-ке бөлеміз. 2-3 тұғына нан пісіріп аламыз, 2-3 тұғына бауырсақтарымызды пісіретін боламыз. Бауырсақтың қамырын шілей қатты баспаңыздар. Нанымыздың зуаласын есе әдемлеп, беттерін тегіс етіп зуала илеп алыңыздар. Сонымен пергамент төселген листімізға салып, қамырларымызды бетін жауып қоямыз. 15-20 минутқа көтеріліп ісіну керек бізде. Жаңағы бауырсағымыздың қамырларын жайып, әдемлеп барлық жерін біркелкі етіп жайыңыздар. Шілей қатты чұқа болмасын. Чұқа қып жерсеңіздер, бауырсақтарыңыз пісіп жатқан кезінде ісінбей қалады. Қуырылып жатқан кезінде менде осындай домалақ форма, сіздер өздеріңіздің қалауларыңызға қарай 4 бүріштетіп пышақпен кессеңіздер де болады. Қонақ келген кезде осылай домалақ етіп істесеңіздер, дастарханыңыздың көркін, санын ашып тұратын болады. Бауырсақтарыңыз үлпілдек, жұмсақ болып ісіп, әдем болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер осы рецептпен. Екінші қамырымызды жайып аламыз. Шетінен қалған қамырларды да бір суала етіп, жақсылап бір қайтарып қойып, қайтадан істесеңіздер болады. Алдын ала құйып қойған сұйық майымызды жақсылап қатты етіп қыздыртып аламыз басында, тоқаштарымыз салған кезде бауырсақтарымызды. Кейін астын жай етіп, екі жағын аударып осылай пісіріп аламыз. Осындай бізде сарылау түс болғанға дейін осылай аударып пісіріп алыңыздар. Тез пісіп қалады негізінде. Қатты қыздыртып пісірсеңіздер, тоқаштарыңыз іші піспей қалады, шикі болып. Сосын күйіп кетуі мүмкін. Осындай әдемі түсті болғанда бауырсақтарымызды сүзіп аласыздар. Барлық бауырсақтарды осылай пісіріп аламыз. Қонақ келген кезде жаңағы нанымыз да, бауырсағымыз да өте керемет болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Екеуін бөлек қамыр ашытып отпайсыз, екеуіне бір қамыр ашытып, екеуін пісіріп ала саласыздар. Әрі бір жақтан наныңыз пісіп жатады духовкаңызда, бір жақтан өздеріңіз бауырсақтарыңызды пісіре бересіздер. Өте керемет рецепті жасап көрулеріңізге кеңес беремін. 20 минуттан кейін нандарымызды енді жасап аламыз. Формасын келтіріп, қолымыздың 3-4 саусағымызбен осылай ортадан шетіне қарай осылай топ-домалақ етіп нанымызды жасап аламыз. Видеода көргендеріңіздей. Және де өздеріңіз ұнатқан басқа формалармен де істесеңіздер болады. Видеода көргендей етіп нанның формасын келтіріп алдық. Лепешкамызды нанның ортасына осылай узорлар түсіретін текеш болады. Сонымен басып, шеттеріне лезвімен немесе қатты өтетін пышақ болу керек бізде. Әдемілеп кесіп узор беріп шығамыз. Қазір піскен кезінде қатты ісінеді, және де піскен кезінде осындай узор берсеңіздер әдемі болып пісіп шығады. Көтерілген кезінде аралары ашылып, гүл сияқты болып. Осылай кесіп шығамыз. Пышақпен кессеңіздер де болады. Просто пышақ онша өтпейтін болса, кескен кездеріңізде түрлері жамылып қалады. Сондықтан бетіне енді жұмыртқамызды жағып аламыз. Духовкамызды алдын ала қыздырып қоямыз 180 градусқа. Ортасына, беттеріне әдемлеп осындай қара, қоңыр күнжіттер себеміз.
әсемдеп әдемі болып шығады. Тура магазиндегідей, базардағыдай нан болып шығады, бірақ олардікінен де күшті, керемет болып шығады. Осы рецептпен жұмсақ болып біздің нанымыз пісіп шықты. Қараңыздар, осындай жұмсақ, беттері жылтырап, әдемі болып шығады. Міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Сіздерге ұнайтын сөзсіз. Парақшама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Қараңыздар, қандай әдемі, жұмсақ болып шыққан. Сіздерге дайындап көрулеріңізді кеңес беремін. Парақшамда тағы да көптеген нандардың рецептілері бар. Көрсеңіздер болады. Баршаңызға рахмет. Сіздермен бірге болған сыйқымар ас болсын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер.